Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында қатпарлы, ең мінсіз қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептті мен бірнеше рет ауыстырып жасап көрген болатынмын, бірақ ең идеальный рецепт осы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл қамырмен сіздер самсаны да немесе әртүрлі выпечкаларды да тәтті салма салып жасасаңыздар болады. Қатырып қойып, кез келген уақытта шығарып жасай берулеріңізге болады. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне тұзымызды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне жылы сүтімізді қосып, бір араластырып аламыз. Үстіне ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осы сұйық массамыздың үстіне ұнымызды өлшеп қосып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Бұл рецепт бойынша бізде қазір 4 суала қамыр шығатын болады. Яғни біз қамырды 4-ке бөлетін боламыз. Егер сізге бұндай көп қамыр қажет болмаса, онда дәл осы рецепттің жарты пропорциясымен алып жасасаңыз болады. Міне біздің қамырымыз жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырымызды осылай ыдысымызбен жауып 15 минут қоя тұрамыз. 15 минут өткеннен кейін бір илеп аламыз және де 4 бөлікке бірдей етіп бөліп шығамыз. Бөліп алған қамырларымызды осылай дөңгелек формасына келтіреміз және де бір бөлігін алып жаюға кірісеміз. Қалған бөліктерін жаңағы ыдысымыздың астына қалдырамыз. Ешқандай да целлофанға салмаймыз, өйткені қамыр онсыз да өте жұмсақ, ешқандай да целлофанға салуды қажет етпейді. Бөліп алған қамырымызды дәл бешбармақтың қамырын жайғандай етіп, сондай көлемде жайып алатын боламыз. Міне осылай толықтай жайып алған қамырымызды бөлек жерге алып қоя тұрамыз және де екінші қамырымызды жаюға кірісеміз. Екінші қамырымызды да дәл солай жайып аламыз.
Осылай жайып алған қамырымызды үстіне ерітілген сары майымызды толықтай жағып шығамыз. Осындай кисточканың көмегімен немесе қолмен жақсаңыздар да болады. Толықтай осылай майды жағып алғаннан кейін үстіне алдыңғы бірінші жайған қамырымызды әкеліп беттестіреміз. Және де бұл қамырдың үстіне де май жағамыз. Бұл жері видеода көрінбеген, мен ұмытып кеткенмін. Негізінде рецепт бойынша осы қамырдың үстіне де міндетті түрде май жағылуы қажет. Мен екінші қамырды жайған кезде онда міндетті түрде жақтым. Бұл жерде ұмытылып кеткен. Сондықтан міндетті түрде май жағуды ұмытпаңыздар. Осылай қамырымызды рулет секілді орап алғаннан кейін пищевая пленкамен орап мұздатқышқа қатыруға жібереміз. Бұл қамырмен сіздер самсаны жасасаңыздар болады. Мен көбіне бұлай ораған қамырмен самса жасаймын. Өте дәмді болып шығады. Кез келген уақытта алып, шығарып, дайындай берсеңіздер болады. Қалған қамырларымызды да осылай жайып алғаннан кейін үстіне сары майды жағамыз. Және де екінші қамырды да жайғаннан кейін үстіне әкеліп беттестіреміз. Осы қамырымыздың үстіне де ерітілген сары майымызды толықтай жағып шығамыз. Осылай толық майлап шыққаннан кейін бұл қамырымызды енді 4 бұрышты етіп бүктейміз. Яғни қамырды алдыңғы жолы рулет секілді орайтын болсақ, осы жолы 4 бұрышты формасында келтіріп қатыратын боламыз. 4 жағынан қайырып, осылай дәл видеодағыдай бүктесеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды да пищевая пленкамен орап, мұздатқышқа қатқанша жібереміз. Кез келген уақытта алып, қамырда қолдана берсеңіздер болады. Ұзақ сақтауға келетін самый идеальный қамыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міне біздің ең мінсіз қатпарлы қамырымыз дайын болды. Мұздатқышта қатырып қойып, кез келген уақытта шығарып, қонағыңызды да, үй ішіңізді де, отбасыңызды да қуантсаңыз болады. Дәл осындай қатпарлы қамырмен түрлі тәттілер дайындау арқылы, дәмді тағамдар дайындау арқылы өз отбасыңызды қуантыңыз. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.